Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен спагетти, яғни лағман таяқшаларынан, қолда бар заттан кешкі ас дайындайтын боламыз. Дәмі мен ойлағаннан да өте ерекше, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген үміттемін. Ал ендеше бастаймыз. Ең бірінші қазанымызды қыздырып, ішіне кішкене май құйып, етімізді қуырып аламыз. Менде жылқының еті, сіздер кез келген етті қуырсаңыздар болады. Мен 10-15 минут пісірдім. Себебі жылқының еті ұзақ піседі. Бізге керек заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде көрсетіліп тұр. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Ал мен сіздермен отбасыма дайындайтын тағамның рецептерімен бөлісіп отыратын боламын. Етіміз дайын болғанша сәбіз бен пиязымызды майда етіп турап аламыз. Қазанымызға пиязымызды саламыз, оны қызарғанша қуырамыз, оның үстіне сәбіз салып қуыратын боламыз. Оның үстіне жарты ас қасық томат салып, қуырып, 2 минуттай батқанша су құямыз. Менің етім тұздалған, сондықтан тұз қоспадым. Сіздер өздеріңіздің дәмдеріңіз бойынша тұз және де дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Су өте көп мөлшерде құйып қоймаймыз. 2-3 минуттан кейін қайнаған соң спагеттиімізді бетіне салатын боламыз. Спагеттиіміз салмастан бұрын 2 дана сарымсақ саламыз қазанымызға. Менде спагетти қалың, бірнеше бөлікке бөлдім. Сіздер жұқасын пайдалансаңыздар да болады. Дәмдеуіштерімізді сеуіп, қазанымызды жауып қоямыз. Өте баяу отта 15-20 минутта дайын болады. Мен балалар үшін жұмыртқа салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.